Ақтөбелік шаруаларда биыл егінді қырқып кетер шегірткеден сескенеді. Зиянкеспен күрес көктемде басталды. Мемлекет қазынасынан қомақты қаржы бөлініп біраз жұмыс атқарылды. Алайда былтырғыдай Ресей аумағынан шегіртке жоғары ауатын болса, бұл еңбектің зая кеткені. Сондықтан ортақ мәселені бірлесе шешу үшін Ақтөбе өңіріне Орынбор облысынан ауыл шаруашылығының мамандары келді. Орынбор облысының 7 ауданы Ақтөбенің 5 ауданымен шектеседі. Өткен жылы осы көршілердің бейқамдығынан біраз шаруа шығынға батты. Үйірлі шегіртке үйіріліп келіп, жолындағыны жайпаған еді. Биыл алдын ала қамдану керек дейді ақтөбелік мамандар. Қауіптенуге себеп жоқ емес. Қазір Орынбор облысында төтенше жағдай жарияланыпты. Между Республикой Казахстан и Российской Федерацией. Қазақстан мен Ресей арасындағы халықаралық келісімдерге сәйкес шегірткемен күресу мақсатында Орынбор облысында 17 мамырдан бастап төтенше жағдай жарияланды. Облыс бюджетінен 47 миллион рубль бөлінді. Оған қажетті мөлшерде у сатып алдық. Қаржы бөлінді дегенмен Ресейде барлық күш шаруалардың өзіне түседі. Алқаптарды улауға қажетті техниканы өздері табады. Орынбор облысының Светлый мен Адамовка ауылдарында зиянкеспен күресті қазірден күшейтпесе, шегірткенің қанаты қатайғанда кеш болуы әбден мүмкін. Биыл да шаруаларға бұлар жаңағы пестицид алып береді, шаруалар өздерінің күштерімен өздері жұмыс жасап жатыр. Бірақ өзі ойлап қараңыз, мынандай техника ол шаруашылықтарда жоқ. Біреуінде аэрозольный генератор штанговый болады, біреуінде ранцевый опрыскиватель деген сияқты, мынандай мощный техника жоқ, сондықтан біз олардан шамалы қорқамыз деген сияқты. Ақтөбелік шаруалардың жерін шенеунік айтқан қуатты техника улап берді. 781 мың гектар жердің 80%-ында жұмыс аяқталды. Әйтеке би ауданының шаруасы Александр Чемоданов қандай жағдайға да тас түйін дайын отыр. Әзірге алқабынан зиянкес байқалмайды. Шекараға қарамайтын жәндік үшін көршіге тас атпаймыз. Керісінше бірлесе жұмыс жасауға әзірміз дейді кәсіпкер. Уже третий год. Міне биыл 3-ші жыл шегірткемен күресіп жатырмыз. Өткен жылмен салыстырғанда биыл жұмыстарды ұйымдастыру жағы жаман емес. Алқаптарды улап болдық. Көктем айларынан бері еңбек еттік. Шегірткелердің ұяларын анықтап, жойып отырдық. Ақтөбе жерінде шегіртке ұяларының жойылғанын ресейлік мамандар көрді. У шашатын ұшақтар мен түрлі техникамен де танысты. Жақында біздің мамандар Орынбор облысының алқаптарын аралап қайтпақ. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Ақтөбе облысынан.